Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен дәмі керемет, өте дәмді болып шығатын лечо салатын жасайтын боламыз. Қысқа арналған салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасасаңыздар, бірыңғай осы рецептпен жасайтын боласыздар. Бізге алдымен қызанақ, сарымсақ, болгар бұрышы, қияр, жуа және де дәм беруші аскөк, укроп қажет болады. Барлығын осылайша көбейтіп турап алатын боламыз. Қиярымызды да осылай өзіңізге қандай пішінде ұнайды, солай турап алатын боламыз. Мен қатты үлкен емес, қатты шағын емес, осылай орташа көлемде кесіп шықтым барлығын. Енді болгар бұрышында өзіңізге ыңғайлы көлемде осылай турап алатын боламыз. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сол себепті осылайша ет тартқыштан өтетіндей етіп, ыңғайлы етіп турап алатын боламыз. Мінекей, қызанағымыз турап болдық. Енді ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Осылайша затымыздың барлығын алдын ала дайындап аламыз. Барлығын турап, өзіңізге ыңғайлы болады. Жасаған кезде сарымсағымызды теркіден өткізіп алатын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға 120 мл майымызды құйып, оған жуамыз салып, 5 минут қуырып алатын боламыз. Осылайша сарғыштау түске енгенде жуамыздың үстіне болгар бұрышымызды салып, 15 минут қуыратын боламыз. 15 минут болгар бұрыш қуырылам дегенше газымызға ет тартқыштан өткен қызанағымызды салып, осылай қайнатып алатын боламыз. 15 минут бойы баяу отта осылай қайнатып алатын боламыз. Мінекей 15 минут қуырылған соң оған қайнап тұрған қызанағымызды құятын боламыз. Осылайша 15 минут қайнатамыз. Қызанағымыз салып болған соң 5 минуттан соң осылайша қиярымыз салатын боламыз. Мінекей салатымыздың соғы әбден шықты, өте әдемі болып тұр. Осыған 2 қасық тұз бен 3 қасық қантымыз салатын боламыз. Сарымсағымыз саламыз. Шамалы ащы дәм керек болса, ащы бұрыш саласыз. Мен бір штук ащы бұрыш салдым, және де укроп петрушкамды салдым. Осылайша барлығын араластырып 15 минут қайнататын боламыз. Салатымыз дайын болуына 5 минут қалған кезде уксус құятын боламыз. Менде 6% болғандықтан 3 қасық құйдым. Егер сізде 70% уксус болатын болса, 2 қасық құйсаңыз жарайды. Осылайша 5 минут қайнатамыз. Уксус құйған соң Мінекей салатымыз дайын. Өте әдемі болып шығады. Банкаларымызға
стерилденген банкаларымызға құйып жауып алатын боламыз ыстықтай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Мен видео рецебім ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менде осы рецептпен 4,5 литр лечо шықты. Мінекей, көріп тұрсыздар, өте керемет болып шығады. Дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде менің рецебіммен салат жасаңыздар.